Сейітқұл Манас, Жұмағали Нағашыбай, Көктау ауылында айналып тұрыңыздар. Basta. Basta. Күресу керек болғандар. 2 минут уақыт өтті. Әлі ұпай ашылған жоқ. Баста. Basta. Қызметте палуанға ескерту күресін өрзен үшін. Basta. Айналып тұрыңыздар. Осы белдесуден кейін Камай, Еламан, Ертай, Нұрболат, Сейітқұл Манас, Жұмағали Нағашыбай, Көктау ауылында айналып тұрыңыздар. Тоқта. Зиден арғария жасауға болмай, пауындар. Бас тіреп. Basta. Соңғы минут. 2 палуан тең.
Тоқта. Баста. Уақыт тоқтатыңыздар. Екі палуан тең белдесу. Бір минут уақыт екі палуан белдеседі. Ұпай ашылмаса таразға салмақтарын өлшейміз. Жеңіл болған палуан жеңеді. Дайындап тұрыңыздар. Камай, Еламан, Ертай, Нұрболат, Сейітқұл, Манас, Жұмағали, Нағашбай, Көктау ауылы дайындап тұрыңыздар. Баста. Аржан. Шыңғыс, Аслан, киіз үйдің ішіне кіріп отырыңдар. Шыңғыс, Фурман ауылы ішіне кіріп отырыңдар. Аслан, есін ашып қойып көріңдер. Мына тұрған кім мына? Мұ жақтан барып көрсем, мұ жақтан? Мұ жаққа шығ. Ау, шық, мұ жақта тұрғы болмайды, бар. 30 секунд қалды. Қызылдан шығып кеткен палуан ұтылады. Анау шеңберден шығуға болмайды. 10 секунд. 10 секунд тұрып ал. Уақыт тоқтатыңыздар. Жеңіске көк белдікте палуан жетті. Сейітқұл, тұр тез. Сейітқұл, Нұрсұлтан жетті жеңіске. Камай, Еламан, Ертай, Нұрболат шақырылады кілемге. Байлап қойсын, ажы қор. Дайындап тұрыңыздар. Сейітқұл, Манас, Жұмағали, Нағашбай, Көктау ауылы дайындап тұрыңыздар. Көп яқ. Камай, Еламан, Ертай, Нұрболат, Қайын ауылы. Ал, Қайынның палуандары Нұрболатқа ай деп қойыңыздар. Баста. Баста. Телевизор, телевизор. Телевизор тоже телевизор. Астына кіргізе сал, еркі бол. Астына кіргізсеш. Тағыш қойды. Бұй жіберсеш, ол жіберсеш. Тоқтатыңыздар. Жеңіске қызыл белдікте палуан Камай, Еламан жетті. Сейітқұл, Манас, Жұмағали, Нағашбай, Көктау ауылының палуан шақырылады. Дайындалып тұрсын Әкімбек, Қайрат, Сейітқұл, Нұрсұлтан. Ортаға. Шыңғыс, анаң ішінде бар ғой, көк шорт кигізсе палуандарға.
Баста. Баста. Тоқтатыңыздар. Жеңіске Сейітқұл Манас жетті. Әкімбек Қайрат Аңғарауылы, Сейітқұл Нұрсұлтан шақырылады Арқалық қаласы. Дайындалып тұрсын Кама Еламан, Сейітқұл Манас. «74 кг салмақ дәресіне палуандар дайындалып тұрсыздар. 74. Размик жасай берді. 74 кг салмақ палуандар. 82 дайындалып тұрсыздар осы белдесулерден кейін. Түйе палуандыққа күресетін палуандар. Бір минутта көке қара. Күреспесе сразу. Тіреп күресші сразу. Күресу керек шыққаннан кейін палуандар. Баста. Тоқтатыңыздар. Жеңіске қызметте палуан Әкімбек Қайрат жетті. Аңғарауылы. Аңғарауылға Аңғарауылы көрермендері жоқ па? Қайсардың, Қайраттың жанкүйерлері. Кілемге Кама Еламан, Сейітқұл Манас шақырылады. Осы белдесудегі 74 кг дәресіндегі палуандар. Тоқта. Баста. Баста. Жамбасбай қызметте палуанға. Баста. Баста. Күресу керек шыққаннан кейін палуандар. Күрес біз ескертулерін бер көке. Тоқтатыңыздар. Бұл белдесуде жеңіске Кама Еламан жетті. Сейітқұл үшінші орынға күресесін Нұрсұлтанмен.
Салмақтары 74 кг дәресіндегі палуандар Қазымбек Ақжол, Шалабай Алмас шақырылады. Қостанай қаласында өткен Қазақстан Республикасының ұлттық спорт түрлерінің чемпионатында 74 кг салмақ дәрежесінде жеңімпаз атанып, қазақ күресінен спорт шеберінің атағын орындаған палуан Қазымбек Ақжол. Дайындалып тұрыңыздар. Балма, Шабай, Қапыш, Бекжан. Сексен екідегі палуандар дайындалып тұрыңыздар. Қуанышбек, Иман Жүсіп, Кәдірхан, Дәуренбек, Қамжыкен, Сәкен, Серкеш, Алмат. Дайындалып тұрыңыздар. Баста! Тоқтатыңыздар. Жеңіске Қазымбек Ақжол жетті. Балма, Шабай, Қапыш, Бекжан. Қызылбелте палуан Балма, Шабай, қазақ күресінен спорт шебері. Оның қарсыласы Қапыш, Бекжан, облысымыздың жеңімпазы. Дайындалып тұрсын. Қазымбек Ақжол, Мұратбек, Азамат, екінің ауыл дайындалып тұрыңыздар. 74 аяқтап жүрек. Бір сағат. Күрес тұрыңдар.
Жартылай жеңіс көк белте палуанға. Давай, күресі. Баста. 2,5 минут уақыт қалды. Белдесуді аяқталды. Қолдатыңыздар, жеңіске Қапыш Бекжан жетті. Арқалық қаласы, Родина ауылы. Қазымбек Ақжол, Мұратбек Азамат Екілін ауылы. Дайындап тұрыңыздар. Қуанышбек Иманжүсіп, Кәдірхан Дәуренбек Фурман ауылы. Қабжыкен Сәкен Серкеш Алмат дайындап тұрыңыздар. Түйе палуанға күресетін жігіттер размик жасай беріңіздер. Қазір бастаймыз. 3-4 сұхбаттан кейін. Түйеге күресетіндер жазылыңдар. Бұл жазып қойың ба, Расул? Расул, жазасылам. Жеңіске Қазымбек Ақжол жетті. Сексен 2 кг салмақ дәрежесіне палуандар Қуанышбек Иманжүсіп, Кәдірхан Дәуренбек дайындал Фурман ауыл, дайын түсін Қабжыкен Сәкен Серкеш Алмат. Баста. Кім? Баста. Жеңіске Қуанышбек Иманжүсіп жетті. Қабжыкен Сәкен Серкеш Алмат шақырылады. Осы белдесуден кейін түйе палуандық бәсекесіне күресетін палуандар дайындалып тұрыңыздар. Баста. Қапыш. Күресесің бе Қапыш? Түйеге. Сен жазмаймаш. Қапыш. Сұраш. Серкеш Қапыштардан сұрайбыш. Сәкенше. Жақсы. Серкеш пен бұлай кімде көрсетті ба? Баста.
Basta! Basta! Тәнер abi Қазымбектен сұрайыншы, Қазымбек дұрыс па? Қазымбек. Ал. Basta! Nota! Basta! Arkadaş. Yambaz. Basta! Жамбасбаев Көкбелке балуан. Nota! Basta! Evet, esirgemeyin. Basta! 10 sekund kaldı. Әдісі Жамбасбаев мен Көкбелте балуан алды. Жамбасбаев Қызылбелте балуанға. Екі балуан тек. Basta! Nota! Тоқта, екі балуан белдеседі. Basta!
Уақыт. Құрметті көрермендер, екі палуан тең. Таразға салмақтарын тартамыз. Кімнің салмағы жеңіл, сол палуан жеңіс етеді. Бірінші Қызылбектегі палуан тұрады. Жөді өзің еш жоқ бүгін? Қоша заряд жоқ бүгін, арды қосын үшін. Сәкен ауыр әует шын ба? Сәкен Тоқтатыңыздар. Жеңіске салмағы жеңіл палуан Серкеш Алмат жетті.